Алматы техника экономикалық қатынас жолдар колледжі арнайы пән оқытушысы Жүсіпбек Абылай Исалы. Пән атауы теміржол көлігінде қозғалысты басқару және ұйымдастыру. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлының президенттің бұйрығы бойынша студенттер 16 наурыздан бастап оқу орнына бармай онлайн түрде сабақ оқиды. Соған қатысты біздің колледжіміздің онлайн сабақ өту үшін қолданылатын программаларды таныстырып өтуге жазылған видеоролигіміз. Онлайн сабақ өту үшін 3 платформа қолданылады. Бірінші, сабаққа қатысу, қадағалау және баға қою үшін Платунс платформасы қолданылады. Екінші, ашық сабақ кезінде қолданылатын платформа видеоконференция арналған Zoom программасы. Үшінші, сабақ үстінде студенттермен әрбір минутта байланысты болу үшін үй тапсырмасын беру, оқыту барысындағы сабақты меңгеру, бағалау арналған біздің қолданылатын WhatsApp программасы қолданылады. Платунс платформасы жүйеге кіру, логин парольмен атқарылады. Бұл платформада студенттерге баға қойылады және бұл платформада сабаққа қатыспағаны белгіленеді. Сабақ кестесі журнал толтырылып жүргізіледі. Ал ашық сабағымыз Zoom программасы арқылы өтеді. Бұл программада студенттер видеоконференциямен қосыла отырып қатысады. Мұғалім әрбір студентті жеке видеосын арқылы көреді. Колледжіміздің администрациясы қосыла отырып ашық сабақты бағалап сапасын тексереді. WhatsApp платформасында сабақ барысында мұғалім амандасып, студенттерді түгелдеп сабақ бастайды. Бүгінгі тақырыпты жазады, лекцияны сурет немесе документ ретінде жіберіледі. Ал студенттер дәптеріне жазып, сурет ретінде тексеруге жібереді. Ал сабақ барысында студенттерде сұрақ болса, оны жазады және де голосовой SMS арқылы жіберуге SMS ретінде қояды. Мұғалім әрбір сұрақты тексеріп және де талқылап, оны студенттерге талқылап береді. Мұғалім әр сұрақты оқып, студенттерге жіктеп, талқылап, тексеріп, түсіндіріп береді. Осылай онлайн сабақ Алматы техника экономикалық қатынас жолдар колледжінде өтеді. Назарларыңызға рахмет.